Баршаңызға сәлем, бұл қызық арна. Шығарылымды бастамас бұрын ескерте кетейін. Егер сіз елес, әруақ дейтін дүниеліге сенбейтін болсаңыз, немесе қатты қорқатын болсаңыз, көрмегеніңіз абзал. Ал егер бұл тақырып сізді қызықтыратын болса, жайғасып отырыңыз. Аурухана – адам тәнінің емшісіне айналған орын. Балтырымыз сыздап, басымыз ауырған кезде сырқатымыздан айықтыратын мекенді ұната бермейтініміз анық. Аурухананың ұзын, тар дәлізі мен құрал-жабдықтары, ақ халатпен маскада жүретін қызметкерлері адамға қорқыныш сезімін ұялатады. Оның үстіне мекеме тұрғындарының денсаулығына қашанда қауіп төнгендіктен ота үстелінде, палатада жан тапсырған жандар қаншама. Сондықтан болар аурухананы кейде сауықтырғышпен қатар жан алғыш мекен деп те атайды. Өлім болған жерде тылсым күш, түсініксіз жайттар жиі орын алады. Әлемде осындай елес кезіп жүретін ауруханаларды көптеп кездестіруге болады. Олардың тарихына үңілсең, расымен де денең түршігеді. Ендеше жер бетіндегі ең қорқынышты ауруханаларға сапар шегейік. Англияда орналасқан Ноктон-Холл ауруханасының іргетасы Бірінші дүниежүзілік соғыстың алдында қаланған. Өз заманында ірі госпиталь, мықты мекемелердің бірі болған. Соғыс кезінде онда жаралы сарбаздарды емдеген. Осы күнге дейін науқастарға көмек көрсетіп келе жатқан аурухана белгісіз себептермен 1995 жылы қаңырап бос қалды. Жергілікті тұрғындар қараусыз қалған ғимаратты бірнеше мәрте өртеп жіберуге тырысқан. Адамдардың айтуынша ескі ғимараттың ішін елес кезіп жүреді екен. Онда жылап отырған жас қыздың бейнесін көргендер көп көрінеді. Бойжеткен күн сайын түнгі сағат 4:30-да пайда боладымыз. Жаны жай таппай жүрген бұл не қылған қыз деп қызығушылар мынадай жағымсыз фактілерді анықтапты. Аурухана алғашқыда бір байманаптың үйі болыпты. Дәулетті шаңыраққа әлгі елес қыз тазалықшы болып жұмысқа орналасады. Үй иесінің бетімен кеткен ұлы болған екен. Ол ажарына көркі-сай, әрі қамқорсыз қызға жиі қорлық көрсеткен. Ақырында бойжеткенді зорлап өлтірген. Сол күннен бастап азапта жан тапсырған қыздың рухы сол жерді кезіп жүреді екен. Огайо штатындағы Афина психиатриялық ауруханасының тағдыры да оңай емес. 1874 жылы ашылған мекеме қызмет істеп тұрған уақытында атауын талай мәрте өзгертіп, 1993 жылға дейін емдеумен айналысты. Ресми деректерге сәйкес жындыхана 1950 жылдары 1800 пациентті қабылдаған көрінеді. Аурухана сол кезде қатыгез емдік тәсілдерімен танымал болды. Ақ халаттылар науқастарды лоботомия деп аталатын терапия арқылы емдеді. Адамдардың бас сүйегін тесіп, миының бір бөлігін алып тастайтын процедурадан кейін онсыз да жүйкесі сыр берген жандарды есеңгіретіп тастайтын. Миы тесілген науқастар көп ұзамай өмірімен қош айтыса беретін. Ал мәйіттерді ғимараттың ауласына бей-берекет көме берген. 1900 адам жер қойнына тапсырылған зиратта тіпті науқастардың аты жөні де көрсетілмеген. Алайда аурухананың мистикасы зиратпен байланысты емес. 1978 жылы жындыхананың бір емделушісі із-түзсіз жоғалып кетеді. Бір жылдан кейін әйелдің мәйіті
аурухананың адам аяғы баса бермейтін түкпірдегі палатадан табылады. Байғұс келіншек жалаңаш, қан-жоса күйінде еденде жатқан. Оның неден, қашан қайтыс болғаны және бұл ғимаратқа қалай тап болғаны сол күйі анықталмады. Бейшара әйелдің денесін мәйітханаға алып кеткен кезде еденде оның қаны қалып қойған. Тазалықшы қанды қанша жуғанмен кетіре алмаған. Көз көргендердің айтуынша палатада қанның ізі әлі де бар екен. Афинаның ішін әлгі жұмбақ әйел мекен етіп алған көрінеді. Ғимаратқа бас сұққан немесе жанынан өткен адамдарға оның әруағы көрініп тұрады. ақш-тың Массачусетс штатындағы Таунтон мемлекеттік ауруханасының оқиғасы тіптен шымшытырыққа толы. 1854 жылы ашылған аурухана жайлы жұрттың әңгімесінен жағаңды ұстауға болады. Сол ғасырдағы емдік тәсілдерге сәйкес бұл мекенде де науқастарды адам төзгісіз терапиялармен емдеген. Бәрінен де қызығы, клиника қызметкерлері сатанистер болған дейді. Олар сырқаттарды жертөлеге апарып, діни рәсім үшін құрбандыққа шалып отырған. Жертөледегі бөлмеден үнемі түсініксіз, жайсыз дауыстар шыққандықтан, онда баруға ешкімнің жүрегі дауаламаған екен. Алайда Таунтонның атағы сатанистермен емес, есімдері бүкіл әлемге жайылған атақты пациенттермен танылған. Солардың бірі Джейн Топпан, сол мекемеде медбике болып қызмет істеген. Жап-жас әрі сүйкімді бойжеткен алғашқыда науқастардың көңілінен шығып жүрген. Үнемі жадырап, жұмысын тиянақты орындап жүрген сұлудың ішінде қандай шайтанның жатқанын сол кезде ешкім сезген жоқ. Джейн пациенттерді тәжірибе құралы ретінде пайдаланған. Ол көбінесе жағдайы нашар немесе қарт адамдарға күтім жасаған. Медбике науқастарға морфин, атропион, стенина секілді улы препараттарды егіп, пациенттің есірткі әсерінен қалай қиналып өлгенін тамашалаудан ләззат алған. 1901 жылы бірнеше адамның өліміне күдікті ретінде Джейн қамауға алынады. Тергеу кезінде ол алғашқыда 11 адамның өліміне қатысы барын мойындаса, кейінірек қаныпезердің қолынан 31 адамның ажал құшқаны анықталады. Ел жұрт оны өлім періштесі деп атап кетті. Ары мазаламастан қылмысын мойнына алған Топпанды сот есі ауысқан деп танып, оны өзі қызмет еткен жындыханаға жабады. Джейннің өмір баянына үңілсеңіз, соқпағы көп екенін аңғаруға болады. Жастайынан жетім қалған қыз асырап алушы отбасынан қорлық көріп өседі. Жанашыры жоқ Джейнге әрдайым жылы сөзбен, ата-ана қамқорлығы, ер азаматтың көңілі жетіспеді. Осыдан болу керек, оның адамдарға деген өшпенділік сезімі пайда болады. Ауруханада қылмыскер уланудан қатты қорыққандықтан ас ішуден бас тартқан. Медицина қызметкерлері оны күштеп тамақтандырған екен. Соған қарамастан атышулы қылмыскер сол мекеменің қабырғасында 81 жасқа дейін өмір сүріп, өз ажалымен өмірден өтеді. Жазықсыз жандардың қаны төгілген орында мазасыз әруақтарды көптеп кездестіруге болады. Ғимаратқа кіргеннен адам бойын бір түрлі сезім билеп, жүрек айнытады. Әр қабырға азаптан жылап тұрғандай көрінеді. Қылмыс пен азаптың ордасына айналған мекеме 1975 жылы жабылады. Елес кесіп жүрген ғимарат бүгінде бос тұр. Жоғарыда аурухана үшін сол жерде соңғы демдері үзілген науқастардың мекен екенін айттық. Кейде науқастар ғана емес, медицина қызметкерлері де ғимаратты қимай қалатыны бар екен. Оңтүстік Африкадағы Либода қаласында қасиетті Варнава ауруханасы бар. Ол жерде жұмыскерлер тұрақтамайтын көрінеді, ал сырқаттар болса ем алуға қорқады. Себебі қасиетті ауруханада адамдардың көзіне үнемі ақ халат киген медбике көрінетінге ұқсайды. Әруақтың әсіресе түнгі мезгілде палаталарды аралайтын әдеті бар екен. Оның дәлізде жүрген жүрісін, есікті қаққанын көргендер бар. Тіпті әруақпен тілдескендер де кездеседі. Кейде аппараттар өзінен өзі іске қосылады екен.
Денсаулық сақтау департаментінде жұмыс істеген бір қызметкер Сапа ақпараттық агенттігіне берген сұхбатында былай дейді: сол ауруханада кесар тілігін жасатқан келіншек маған мына бір оқиғаны айтқаны бар еді. Жаңа босанған әйел түнде палатада жатқанда медбикенің жанына келгенін айтты. Ол үн-түнсіз әйелдің бинтін ауыстырып, тіліктің орнын таңып кеткен. Тағы бір денесін күйік шалған пациентке әруақ осылайша жарасын таңып берген. Елді дүрліктірген осы сұхбаттан кейін ауруханадағы жайсыз жайттар туралы ашып айтатындардың қатары көбейе түсті. Ауруханада күзетші болған ер азамат әруақпен бетпе-бет келгенін айтқан. Ол түнде мекеме ауласында ақ халат киіп, қолына медициналық шабадан ұстаған әйелдің кетіп бара жатқанын байқап қалады. Беймезгіл уақытта бұл кім болды екен деп, сіз кімсіз және түннің бір уағында мұнда не істеп жүрсіз дегенде, әлгі бейтаныс қыз жұмыс істеп жүрмін деп көзден ғайып болыпты. Расында да әруақ түнде жұмысқа кіріседі екен. Ол қондырғыларды қосып, науқастарға күтім жасаған. Алайда жансыз медбикенің кесірінен жансақтау бөлімде жасанды аппаратқа танылған талай науқас өлім аузынан қалыпты. Себебі әруақ аппаратты өшіріп кете берген. Ал елестің қолынан дәрі ішіп, жарасын байлатқан емделушілердің көбісі сол кездесуден кейін қатты қорқып қалған. Аурухананың бұрынғы қызметкерлерінің айтуынша, мекемені айналшақтап жүрген келіншек сол жерде жұмыс істеген. Белгісіз жағдайда көз жұмған ол өз жұмысын қатты жақсы көрген екен. Тәні көмілгенімен рухы жерде ұшып жүрген медбике Гиппократқа адалдығын осылайша білдірсе керек. Германиядағы ескі ауруханада қызмет еткен Анна есімді медбике өзінің басынан өткен қорқынышты оқиғасын ғаламторға жариялаған екен. Мединститутты бітіргеннен кейін Аннаны әлгі клиникаға жұмысқа жіберіпті. Көп жылдық тарихы бар ескі мекемеде медперсоналдар жетіспегендіктен жас маманды қуана-қуана қабылдаған. Міне, Аннаның алғашқы түнгі кезекшілігі де келіп жетті. Түнгі тексеріс жасауға кіріскен маман екінші қабатқа көтеріледі. Кенет ол тар дәлізден кішкентай баланың жылаған дауысын естиді. Құлақ түріп тұра қалған бойжеткен дауыстың үшінші қабаттан шығып жатқанын байқайды. Пациенттердің арасында баланың болмағанын біле тұра ол үшке көтеріледі. Үшінші қабаттағы палаталардың барлығы бос болған екен. Ал жылаған дауыс ең соңғы бөлмеден естіліп жатты. Күш-жігерін жинап сонда барған Анна қараңғы палатадағы кереуетте бүркеніп жатқан біреуді аңғарады. Белгісіз науқас ары-бері аунап еңіреп жатқан екен. Анна дереу көрпені жұлып алғанда тірі жанды көрмеді және жылаған дауыс да бірден тоқтап қалады. Ол қорыққаннан есікке қарай жақындай бергенде есік тарс жабылады. Жүрегі аузынан шыққалы тұрған қыз алды-артына қарамай жабық тұрған есікті теуіп қаша жөнеледі. Артынан кішкентай адамның жалаң аяқ жүгіріп келе жатқанын сезіп келе жатыр. Енді бір бұрыштан сәбидің күлген дауысын, енді бірде баланың ойнап жүргенін, енді бірінің жылағанын естиді. Баспалдаққа жақындағанда зәресі ұшқан қыз бірнеше баланың елесін көреді. Аяқ-қолы дірілдеген астыңғы қабатқа әрең жеткен медбике күзетшінің жанына келгесін бәрін айтып береді. Аннаның бозарып кеткен тәрізінен қорыққан күзетші оны бөлім меңгерушісінің кабинетіне ертіп барады. Тылсым оқиғаның құпиясы осы кезде ашылады. Бөлім меңгерушісінің айтуынша, аурухананың балалар бөлімінде 3 жыл бұрын өрт болған екен. Күнәсіз періштелер жатқан 3-ші қабат түгелдей күлге айналған. Қайғылы апат кезінде көптеген балалар мен бірнеше қызметкер тірідей жанып кеткен көрінеді. Өрттен кейін бөлімшеге жөндеу жұмыстары жүргізілген. Ал қыршын кеткен балалар әлгі палаталарда бүгінгі күнге дейін ойнап күліп, кейде жылап, ары-бері шапқылап жүреді екен.
Гондурастың Сан-Педро-Сула қаласында болған келесі жайт бертінде ғана болыпты. Жергілікті госпитальге меңінен арылуға келген 25 жастағы Хуан Хосе процедурадан кейін шығар есікке жақындай бергенде тысырлаған дауыстарды құлағы шалып қалады. Гондурастық жігіттің айтуынша дыбыс жеңіл аяқ киімнің жалаң аяқпен жанасқандағы дыбысына ұқсаған, яғни біреудің жүрісі сезілген. Қорқып тұрса да бұл не болды екен деген қызығушылықпен ол қолына телефонның камерасын қосып дәліздің соңына қарай жақындайды. Мұндайды күтпеген жігіт сол тұста алдында әруақтың тұрғанын көреді. Тілі байланған Хуан жан ұшыра жүгіріп аурухананы тастай қашады. Аптығын басып телефонын асықпай көргенде палатадан шығып келе жатқан ер кісінің силуетін көреді. Фантом солға қарай бірнеше қадам басып ғайып болады. Сөйтсек жігіттің көргені расымен де әруақ болып шықты. Аурухана қызметкерлері ол елесті біраздан бері байқап жүр екен. Айтуларынша жұрттың зәресін ұшырып жүрген сол мекемеде жұмыс істеген хирургтың рухы екен. Бірде дәрігер туған қызының жүрегіне операция жасапты. Ота кезінде хирург қателік жіберіп, салдарынан кішкентай қызы көз жұмады. Ертесіне ар азабынан құтыла алмаған әке кабинетінде шамадан тыс дозаланған препараттарды ішіп, өз-өзіне қол салады. Міне, ұжымның қабырғасын қайыстырған оқиғадан кейін ауруханада әке мен 7 жасар қыздың аруақтары қалып қойған екен. Мексиканың Хуарес қаласында орталық аурухана бар. Өткен ғасырдың ортасында онда Элайза атты жас қыз жұмыс істеген. Сүйкімді сұлу медбике өз ісіне үлкен жауапкершілікпен қараған еңбекқор әрі мейірімді жан болыпты. Оның халаты әрдайым тазалықтан жарқырап тұратын. Ол әріптестерімен лезде тіл табысып, құрметке бөленіп үлгереді. Тіпті сондағы бір дәрігер жігітті ұнатып қалады. Екеуінің махаббатына өзгелер сүйсініп қарады. Алайда дәрігердің әйелі бар еді. Соған қарамастан жігіт Элайзаға үйленемін дейді. Бір күні қыздың сүйгені жұмыс бабымен конференцияға кетеді. Ал шын мәнінде ол өзінің әйелімен бал айына кеткен болатын. Медбикемен арадағы сезімі жалған болып шықты. Тәтті өтіріктің беті ашылғанда Элайза қатты қиналып депрессияға түседі. Күйзелістен айыға алмаған бейшара қыз ауырып, кейін сол ауруханада қайтыс болады. Өмірден өткеннен кейін медбикенің рухы сол мекемеде қалып қояды. Аңғал, мейірімді қыздың рухы ешкімге зиянын тигізбейді екен. Керісінше, түнде науқастардың көзіне тірі адамша көрініп, дәрілерін беріп, ем-дом жасап кетеді екен. Осындай оқиғаларға куә болған пациенттердің оның тіпті әруақ екенін де білмей қалған. Таңертең бір науқас кеше түнде маған дәрі берген медбике қайда? Өзі жақсы қыз екен деп сұраған кезде, өзге медбике, кеше менен басқа медбике болған жоқ, кімді айтасыз дегенде, мән-жай белгілі болады. Бір қызығы Элайзаның рухы тек өзінің соңғы демі үзілген палатаға ғана кіреді екен. Және оның емдеген пациенттері ауруынан толықтай айығып кетеді екен. Тағы бір айта кетерлігі Элайза деген есім Құдай құтқарады деген мағынаны білдіреді екен. Бұл оқиғалар ешқандай фантастика емес, барлығы өмірде болған шынайы оқиғалар. Егер сізге бүгінгі шығарылым ұнаған болса, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.